Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер. Біз бүгін өте дәмді шашпа палау дайындайтын боламыз. Ең алдымен біз сәбізімізді жақсылап майда бөліктерге бөліп, турап аламыз. Біздің палауымыз шашпа палау болып, әдемі болып шығу үшін ең басты ескеретін жайт ол біздің сәбізіміз бен пиязымыз және күрішіміз барлығы бір мөлшерде болуы керек. Сонда біздің палауымыз өте дәмді шашпа палау болып шығатын болады. Құрметті көрермендер, маған қолдау білдіріп, маған тіркеліп және лайк басып отырыңыздар. Мен сонда өте қуанып қаламын. Және де алдағы уақытта қандай рецепттер күтесіздер, комментарий бөліміне жаза отырыңыздар. Және де менің каналыма кіріп қарасаңыздар, менде өте көп рецепттер бар. Қарап, керегін көріп жасасаңыздар болады. Барлығын өзім жасап көргенмін, яғни барлығы дұрыс шығады. Ескеретін жайттардың барлығын ескеріп жасасақ, барлығы өте әдемі болып шығатын болады. Ендігі кезекте пияздарымыздың барлығын видеодағыдай турап шығамыз. Мен палауға қосатын еттерді осындай үлкен-үлкен бөліктерге бөліп алдым. Сіздер майдалап турасаңыздар да болады, немесе осылай мен сияқты жасасаңыздар да болады. Ендігі кезекте күрішімізге кірісетін боламыз. Күрішімізді жақсылап жуып аламыз да, осындай сеткадан өткізе отырып жуамыз. Біздің суымыз мөлдір түске енгенше жуамыз. Мысалы, мен 6-5 ретте жуып алдым. Міне, мен күрішімді жуып болдым. Енді палауымызды бастауға кірісеміз. Ең алдымен қазанымызға майды құйып, жақсылап қыздырып аламыз да, қызып тұрған майдың үстіне етімізді салып, етіміз қып-қызыл болғанша қуырып аламыз. Міне, қарасаңыздар, біздің етіміз қып-қызыл болып қуырылды. Енді осы қуырылған еттің үстіне пиязды салып, оны да жақсылап қызарғанша қуырып алатын боламыз. Біздің пияздарымыз қуырылып дайын болып қалды. Көлемде кішірейеді. Осылай қып-қызыл болып қуырылғаннан соң үстіне сәбізімізді салып, оны да жақсылап тұрып қызарғанша, яғни солып қалғанша қуыратын боламыз. Палауларыңыз дәмді әрі түсі қызыл шашпа палау болу үшін ең алдымен етіміз бен пиязымыз және сәбізімізді қып-қызыл қылып қызартып қуырып алуымыз керек. Міне, біздің сәбізіміз де қуырылып болып қалды. Осындай күйге енгеннен соң үстіне суымызды құямыз да, үстіне тұз және әртүрлі дәмдеуіштер салсаңыздар болады. Мен палауға арналған дәмдеуіштер салдым. Содан соң бір араластырып жібереміз де, үстіне күрішімізді саламыз да, қайнағанша күтетін боламыз. Оттың асты қатты тұруы керек.
Осылай су тартылғанша беті ашық күйде қайнауы керек. Міне су осылай тартыла бастағанда ортасына күріштердің барлығын үйетін боламыз. Осылай тау сияқты ортаға үйіп қоямыз да, енді қасықтың көмегімен әр жерін осылай тесіп қоямыз. Бізге ауа кіріп тұру үшін керек болады бұл тесіктер. Енді палауымызды жай отқа қоямыз да, дәл жарты сағат бойы бұқтырып қоямыз. Міне бізде 30 минут өтті, біздің палауымыз осымен дайын болды. Палауымызды оттан алғаннан соң жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Өйткені күріші, сәбізі барлығы бірдей араласуы керек. Одан соң етін барлығын шығарып аламыз да, жақсылап майдалап тураймыз. Міне біздің шашпа палауымыз осымен дайын. Әркім өзінің қалауынша пиязбен және жұмыртқамен жесеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде палауларыңыз шықпай жүрсе, осы рецептпен жасап көріңіздер. Міндетті түрде жақсы шығатынына сенемін. Өте дәмді екені түрінен ақ көрініп тұр деп ойлаймын. Өте дәмді шықты, шын айтамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер және де мені қолдап отырыңыздар. Тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп отырыңыздар. Алдағы уақытта өте күшті видеолар, жаңа рецепттер салып отырамын. Сіздермен бірге болған Раушан. Астарыңыз дәмді болсын. Барлықтарыңызға сәттілік тіледім.